Қазақстанда инфекциялық аурулардан жылына 5 миллиондай адам екпе салдыртады. Оның ішінде 1,5 миллионға жуық балалар. Вакцинация ұлттық екпелер күнтізбесі бойынша 21 инфекциялық ауруларға қарсы жасалады. Алайда кейде ата-аналар балаларына вакцина салдыртудан бас тартып, екпелер, мәселен қызылша, паротитқа қарсы екпе, аутизмнің дамуына әкелуі мүмкін деп есептейді. Риддердің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Гүлмира Мырзагараева ғылыми зерттеулерге негізделе отырып, вакцинация осындай салдарға әкелуі мүмкін бе екендігін түсіндірді. Сонымен қатар екпеден бас тарту неге әкелуі мүмкін екендігін де айтып өтті. Уважаемые жители города Риддер, наши зрители. Құрметті Риддер қаласының тұрғындары, біздің көрермендеріміз. Қазір кезекті рет мен сіздерге аса маңызды әрекеттің бірі, инфекциялық аурулар профилактикасындағы әрекеттің бірі, иммундық профилактика, яғни вакцинация жайында айтқым келіп отыр. Өткен жылы қызылшаға қарсы жаппай көпшілік иммунизацияның өтуінің арқасында елімізде қызылша ахуалы тұрақтанды. Естеріңізге саламын, Қазақстан Республикасы аумағында 20 мыңнан астам қызылша оқиғалары тіркелген болатын. Және біз осы аурудан әлем бойынша көшбасшы болдық. Алайда осы ауру түріне қарсы өткізілген жоспарлы әрі қосымша вакцинация жалпы ахуалды тұрақтандыруға мүмкіндік берді. Қазіргі таңда вакцинамен басқарылатын көкжөтел бас көтеріп, ол бойынша жағдай күрделі болып тұр. Өкінішке орай, екпе салдыртпаған балалар осы аурумен науқастануда. Олардың ата-аналары дер кезінде екпе салдыртпаған, ал індеттің салдары күрделі. Қазір мен көпшілік ата-аналар вакцинаны салдыртуға қарсы болып жүрген, әрі тұрмыста кең тарап кеткен вакциналар туралы аңызға тоқталғым келіп отыр. Көптеген ата-аналар қазіргі таңда вакцинаны салдыртпаймын, өйткені менің балам одан кейін аутизмға шалдығады деп екпе салдыртудан бас тартуда. Мен осы оқиғаның тамыры қайдан таралғанына тоқталайын деп едім. Бұл ақпарат тұрғындардың санасында қалды, және тек осы біздің өңірде ғана емес, жалпы елімізде. Бұл оқиға 1998 жылы журналдардың бірінде дәрігер гастроэнтеролог Эндрю Уэлфитпен және тағы 12 бірлескен авторлармен кешенді вакцинаның байланысы жайындағы, яғни қызылша, паротит жайындағы мақаласы жарияланғаннан кейін туындаған. Және ол вакциналар байланысын аутизм ауруымен байланыстырған. Олар 12 оқиғаның байланысын негізге алған. Бұл орайда ешқандай бақылау тобы болмаған. Ешқандай себеп салдарлық байланысы анықталмаған. Әйтсе де бұл мақала жарияланған. Нәтижесінде нақты сөз осы аутизм ауруы аралас вакцинадан пайда болады деген тұжырымға келіп, бір бағытты моновалентті вакцина салу керектігі жайлы қозғалған. Бұл мақала жарияланған соң, Ұлыбритания мен ақш-та ата-аналар осы екпеден бас тарта бастайды. Және осы ақпарат бүкіл әлемге тарап кетеді. Кешірек осы әділетсіз дәрігер қызылшаға қарсы бір антигендік вакцинаға патентке өтініш бергені жайлы белгілі болады. Мақала мүдделер жанжалының жоқтығы туралы деп берілген. Салдарынан жасалған зерттеулер осы дәрігер мен оның бірлескен авторларының аутизм ауруы мен кешенді вакцинация арасындағы қорытындыларын растамайды. Және 2010 жылы мақала жарияланған журнал ол мақаланы толықтай қайтарып алады. Осы дәрігерді Ұлыбританияның бас медициналық консулдығынан және медициналық реестрынан шығарып, оны медициналық әрекетпен айналысу құқығынан айырады. Ал 2011 жылы британдық журналист Брайан Дирдің Уэлфит балалар туралы жағдайды жалған көрсетті деген есебі жарияланады. Оқиға саны 12 болған, ол санды асырып көрсеткен. 2019 жылы Данияда жасалған зерттеулер 650 мыңнан астам адамдарда аутизмнің осы кешенді вакцинамен байланысын растамаған. Яғни вакцина аутизмнің туындауына еш әсерін тигізбейді және тример бола алмайды деген қорытынды жасалған. Ал 2020 жылы Кокрейновтық кітапхананың мәліметтер базасында кешенді аралас вакцинаның тиімділігі әрі қауіпсіздігі туралы мәлімет жаңартылады. Ол мәліметте 138 зерттеулерге талдау жасалып, олардың 23 миллионнан астам қатысушылары болған. Яғни бұл толық кешенді, кең ауқымды әрі 10 жыл бойында жасалған зерттеулер болған. Вакцинаның аутизмға, тіпті ол ауруға тәуекел факторлары бар балаларға да қатысы жоқ екені көрсетіледі.
Сондықтан өкінішке орай біздің тұрғындардың арасында да айтылып жүрген осы аңыз болып қалуда. Жалпы вакцинация ұлттық екпелер күнтізбесі туралы бүкіл ақпаратты мен тұрғындарға қазақстандық егу KZ сайтынан оқуға кеңес беремін. Ағылшын әріптерімен egu.kz деп тарайды. Онда кәсіпқойлардан, мамандардан толық ақпарат берілген. Олардың осы саладағы толық, сапалы білімдеріне берілген бағаларын, өз сауалдарыңыздың жауаптарын таба аласыздар. Сайт өте қолжетімді, ыңғайлы және сіздердің күдіктеріңізді жояды деп сенемін.